Саламатсыздар ма достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен қытырлақ пісіретін боламын. Қытырлаққа керекті заттар: 2 жұмыртқа, 100 грамм секер, 150 грамм ұн. Ал енді бастаймыз. Енді қант саламыз, 150 грамм. Шайқап араластырамыз. Ендігі кезекте ұн саламыз. Ұнды елекпен өткіземіз. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп аламыз. Бұны сосын кішкене 5 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған ұнымызды 2-ге бөліп, осылай илейміз. Осылай илеп аламыз. Алғаннан 2 жайма осылай шықты. Осыны енді оқтаудың көмегімен домалатып кесіп аламыз. Осындай роза гүлдерін жасаймыз. Мынадай тағы өз қалауларыңызша әрлеп сәндеуге болады. Мынау бана дайындап қойған қытырлақтарым 2 түрлі қылдырып, енді осыны ысып тұрған майға қуырып аламыз, пісіріп. Қызған майға енді қытырлағымызды пісіреміз. Белкімен үстіп араластырып тұрамыз, а то жабысып қалады. Осылай қуырып аламыз, тез-тез қызарып кетеді атоқ. Енді өздерің қалауыңызша жасаған чак-чак қытырлақты да осылай пісіреміз, аламыз. Дайын болған қытырлағымыз.